Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Адина Талғат қызы және де Help Him каналы. Бүгін біз химия пәнінен 9 сыныпқа арналған 4 тоқсанның бөлім бойынша жиынтық бағалауының екіншісін талқылаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды, сол себептен біз сіздерден қолдау күтеміз. Және де, егер де бөлім бойынша жиынтық бағалаудың үшіншісін тжб жұмыстарын жіберіп алмайын десеңіздер, каналға жазылып, видеоларды толық қарап отырыңыздар. Ал ендеше сұрақтар легіне өтсек. Этен қанықпаған көмірсутек болып табылады. Осы терминнің әрқайсының мәнін жазыңыз. Молекуласында көміртек атом арасында дара байланыспен бірге қос байланысы бар көмірсутек қанықпаған көмірсутектер деп аталады. Алкендер алкандардың крекингі нәтижесінде түзілуі мүмкін. Крекингте қолданылатын жағдайдың теңдеуін жазыңыз. Және де тетрадекан крекингі нәтижесінде этен және де басқа көмірсутек түзілетін реакция теңдеуін жазыңыз. Бұл жерде бізде қолданылатын екі жағдай, ол бізде температура 400 және де 700 градус, және де катализатор алюминий 2O және силициум 2. Және де реакция теңдеуін жазсақ, S14H30 тең болады C7H16 және C7H14. Этен бром суымен әрекеттеседі. Осы реакция типін атаңыз. Бұл бізде галогендену реакциясы, себебі бром бізде галоген болып табылады. Берілген реакцияның құрылымдық теңдеуін жазыңыз. Бұл жерде бізде бромды қоссақ, CH2 бром, CH2 бромды аламыз. Нәтижесінде түзілетін заттың атауын жазыңыз. Сол бізде 1,2 дибром этан. Ди себебі бромнан 2. Және де бұл реакцияның сыртқы белгілері қандай? Қызыл қоңыр түсті бром суы алкендермен әрекеттескенде түссіз денеді. Осымен біздің екінші сұрағымыз аяқталды. Сұрақ бойынша түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жазып өтіңіздер. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі сұраққа өтсек. Мұнай өңдеу зауытында мұнайдың фракциялық қайта бөлу арқылы бөледі. Бұл мақсат үшін ректрификациялық колонна пайдаланылады. Енді осы колоннаның бірнеше бөлетін компоненттерін біз жағып шығуымыз керек. Және де керосин, одан кейін ұшқыштығы жоғары фракциялық лиграин жиналады. Және де ректрификациялық колоннаның бөліктерін атауларын жазып шығуымыз керек. Бұл жерде бізде фракция кезіндегі ең бірінші газ, одан кейін бензин 110 градуста, 150 градуста лиграин, 190 градуста керосин, 280 градуста газойль, және де ең аяғында бізде мазут түзіледі. Енді бөліктер атауларын жазсақ, бізде 280 градуста газойль, яғни Т-да, С-да 190 градуста керосин, Р-да 150 градуста лиграин, және де Q-да 110 градуста бензин. Егер сұрақ бойынша түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып өтіңіздер, мен сіздерге толықтай жауап қайтарамын. Келесі сұраққа өтсек. Баламалы отын түрлерін атаңыз, артықшылығы және де кемшіліктері. Баламалы отын түрлері бізде мұнай және де газ. Артықшылығы: мұнай мен газ басқа отындарға қарағанда жақсы жанады, ал кемшіліктері қоршаған ортаның ласталуына алып соғады, әкеледі. Келесі 5-ші сұрақ, соңғы сұрағымыз. Қазақстанның контур картасында көмірдің, мұнай және де табиғи газдың кен орындары көрсетіңіз. Бұл жерде бізге кескін карта берілген. Ең бірінші мұнайды, одан кейін тас көмірді және табиғи газды белгілеп өтуіміз керек. Мына жерде қарамен көріп өтсеңіздер, мен сіздерге максималды түрде әдемі жазып көрсеттім. Бұл бізде кен орындарымыздың көздері. Осымен біздің бөлім бойынша жиынтық бағалауымыз аяқталды. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отыруларыңызды сіздерден өтініп сұраймын. Және де болашақта БЖБ жұмыстарында кездескенше сау болыңыздар.